Сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Оңай әрі жылдам жасалынатын өте дәмді донердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең бірінші бізге тауық еті керек болады. Тауықтың төс етін алып, ең бірінші осылай ұзынша етіп турап аламын да, және де ұсақтап тураймын. Өйткені қазір бізде қуырған кезде тез пісу үшін барынша осылай ұсақтап турап алдым, майдалап. Міне жақсылап туралған тауықтың етіне тұз және де түрлі өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салып араластырсаңыздар болады. Мен шашликке арналған осындай дәмдеуіштерді салып жақсылап араластырып, дәмі кіргенше кішкене қойып қойдым. Енді оған дейін жақсылап жуылған картопты осындай үккішпен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Қазір біз картоптарды пісіріп алатын боламыз. Ең әуелі біздің картопымыз қытырлақ болып пісу үшін картопты жақсылап 3-4 қайтара суы мөлдір болғанша жақсылап жуып алыңыздар. Яғни картоптың крахмалы кеткенше жақсылап жуып аламыз. Сонда біздің картоптарымыз қытырлақ, әдемі болып піседі. Енді кебу үшін майлықтың үстіне жайып қоямыз. Оған дейін біз тауық етін кішкене майға салып, жақсылап қуырып, қақпағын жауып арасында осылай жақсылап қуырып алсаңыздар болады. Қақпағын жапқан соң кішкене сөлі бөлінеді. Сөлі бөлінген соң суы тартылғанша осы қып-қызыл етіп қуырамыз. 7-8 минут аралығында біздің тауық еттеріміз піседі. Осылай тауық етін пісіріп алдық. Енді көп мөлшердегі майымызға картопты аз-аздан саламыз. Кепкен картопымызды бірден көп салсаңыздар қытырлақ болмайды. Көп майға және де аз-аздан осылай қып-қызыл етіп пісіріп алсаңыздар, картоптарыңыз қытырлақ әрі дәмді болып шығатын болады. Дәл осылай картопты да қуырып алатын боламыз. Енді алдын ала біз соусын жасап қоямыз. Ол үшін бізге майонезді және де кетчупты бір ыдысымызға салып, және де осылай бір тісше сарымсағымызды осындай майдалағышпен осылай езіп аламыз да, оны осыған салып, жақсылап араластырамыз. Сонда сіздердің соустарыңыз ерекше дәмді болады. Сарымсақ қосылған соң жақсылап араластырып, дайындап қойып қоямыз. Енді біз жуылған қиярымызды осылай ұзынша және де жіңішке етіп турап аламыз. Барлығы біркелкі әдемі болу үшін осылай жіп-жіңішке етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл солай ұзынша жіңішке етіп турап дайындап қоямыз. Сонда біздің барлығы әдемі болып көрінетін болады. Негізі үй жағдайында лаваш дайындаған өте тойымды болып шығады. Өзің жасағанға жетпейді. Енді осындай лавашымызды алып, жаңа дайындап қойған соусымызды жағып шығамыз. Соусты әдемілеп жағып болған соң, оның үстіне жаңа ең бірінші пісіріп алған тауық етін саламыз. Және де оның үстінен қиярды мен жанына қарай салып шықтым. Қиярды, одан соң қызанақты саламыз. Ең соңында картофель пайды саламыз, яғни қуырылған картопты саламыз. Үйде жасаған соң молынан жасалынады ғой, солай көп-көптен салып, осылай қамырымызды орап шығатын боламыз. Егер үйлеріңізде мен сияқты грильница болмаса, тек қана табаға, құрғақ табамызға осылай екі бетін қыздырып, пісіріп алсаңыздар болады. Осылай үстінен басып қызартып алып, және де оны келесі бетіне аударып, бір табамызға екі донерімізді салып, осылай қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Міне сіздерге арасын кесіп көрсетемін. Өте қытырлақ, хрустящий болған сыртының өзі. Үй жағдайында жасап жегенге мүлдем жетпейді. Сіздер де үй жағдайында дәл осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбіріңіздің пікіріңізді оқитын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.